Рахмет, Жигули мырза, сіз қандай мәселелерді көтересіздер? Уақытыңыз кетті. Сәлеметсіздер ме, құрметті сайлаушылар? Өздеріңізге мәлім, қазір сайлау алды науқан жүріп жатыр. Кездесуден қайттық. Көп азаматтардың пікірлерімен санасамыз. Енді мен қысқаша айтайын десем, бізде ауылда, ауыл шаруашылығында проблема көп. Соның үшеуіне тоқталам. Бірінші, мемлекеттегі қарапайым еңбек адамның мәртебесі. Біз егерден мынау мәжіліске өтетін жағдай болатын болса, қарапайым еңбек адамына жағдай жасаудың амалын ойлаймыз. Ол қарапайым еңбек адам кім? Мемлекеттің азық-түлігін шешіп отқан қарапайым инженер, қарапайым механик, қарапайым комбайнер, қарапайым мал бағушы, қарапайым құрылысшы. Осы азаматтардың мәртебесін қайта қарау, оларға қоғамда өзінің тиянақты, құрметті орын алатын жағдайға әрекет етудің амалын ойлаймыз. Екінші, ауыл шаруашылығын саласын мен айлансатын 280 мың әртүрлі формадағы шаруашылықтар бар. Солардың барлығын салықтан босатудың амалын іздейміз. Өйткені бүгінгі күнге ауылға барып жұмыс істеймін, ауылды барып көркейтемін деген азаматтардың саны кемшін. Оны әлі болашақта айта жатармыз. Бірақ та қысқаша айтқанда, бүгін ауыл шаруашылығымен айлансатын азаматтардың бәріне мүмкіншілік жасау керек. Оларға еркін өмір сүру үшін, еркін тірлік жасау үшін мен барып ана салыққа барып салық өтетем, есеп өтетем деген әңгіменің бәрін доғару керек. Олар тек қана өндіріспен айланысу керек. Сол үшін салықтан құтқарудың амалын жасаудың әрекетін жасаймыз. Бұл екінші. Үшінші, квазия мемлекеттік сектор ұйымдарының барлығын ауылға қарай қайтарудың амалын ойлаймыз. Өйткені сол қарапайым еңбек адамы, сол қарапайым фермер малын бағады, күйттейді, семіртеді, егінші егінін өсіреді. Малшы сүтін дайындайды, етін, жүнін дайындайды. Оны өткізетін жер жоқ. Оны өңдейтін жер жоқ. Сондықтан біз осы мәселенің барлығын басым бағытқа алып, ауыл партиясының мүмкіншілігі бар. Осын бірден қолға аламыз. Рахмет, уақытыңыз аяқталды.